Бір төсекте жатқанымызбен жылылық жоқ. Жасым 40-қа жақындаған жігітпін. Астанаға Қостанай қаласынан келгеніме біраз жыл болды. Осыдан бірнеше жыл бұрын ойнап жүріп от басып, бір қыздың аяғы ауыр болып үйлендім. Бірақ жүрегін қаламаған адаммен тұру өте қиын екен. Дегенмен балам үшін бәріне көндім. Біраз уақыттан соң отбасы болып тұру мүлдем қиынға соқты. Әйелім де сезді ме менің суық көңілімді, жөнді жөнсіз қызғанатынды шығарды. Үйде күнде ұрыс-керіс. Ақыры әйелім өзі барып ажырасуға арыз безіріп, ажырасып тындық. Астанаға келген кезде жатақханадан сатып алған бір бөлмені әйелім мен балама тастап, анам және қарындасым тұратын жалдамалы пәтерге көштім. Жұмысым мемлекеттік қызмет. Алған табысымнан алиментті төлеп тұрдым. Алғашында әйелім баламды көрсетпей біраз қиналдым. Уақыт өте берді. Жұмыс, карьера, шетелге сапарға жиі бардым. Қызметім де өсе берді. Бірақ мемлекеттік қызметте істегендіктен артық уақыт санаулы ғана. Сол сайт, агент арқылы қыз-келіншектермен танысып, анда-санда кездесіп тұрдым. Жалғыздықтан жалыға бастадым. Жұмыстан кеш келесің. Айналдырған бір бөлмеде анам және қарындасым. Қарындасым да тұрмысқа шықпаған еді. Шынын айтсам, адам туғандарынан да жалығады екен. Анаң тамағыңды дайындап, киіміңді жуып, қасыңнан шықпайды. Тіпті туысқандарым анама ұрсатын, балапандарыңды қанатының астына баспай ұшыр деп. Расымен, 40-тың 40-сына жақындаған жігіт пен қыз бір үйде тұру да оңай емес. Кәрі қыздың өзіндік талаптары бар, ал мені анам жалғыз ұлым деп жақтап, сол үшін де қарындасымен қырқысып қалатынбыз. Сол сайт арқылы танысып жүргенде бір күні өзімнен 2 жас үлкендігі бар шымкенттік күйеуінен ажырасқан келіншекпен таныстым. Сөйлесе келе екеуміз жақын танысып араласып кеттік. Ол өзінің 2 бөлмелі пәтерінде жалғыз тұратын. Бір үлкен фирмада бас есепші болып қызмет атқаратын келіншектің қаржы жағынан еш қиындығы болмады. Баласы Шымкентте ата-анасында. Менің де балаға еш қарсылығым болмады. Түрі де сүйкімді, мінезі де бірбеткей, өзіне нық сенімді келіншек болды. Менің де түрім біреуден қарыз сұрай қоятындай емес. Достарым түрік әріптестеріне ұқсайсың деп әзілдейтін. Сонымен келіншекті ұнаттым. Ол да мені ұнатып, екеуміз некеге отырып, бірге тұруды шештік. Анам да бақытың осы болса деп батасын беріп, еш қарсылық білдірмеді. Бәрі басында керемет еді. Менің де кезегім келіп, өзіме тиесілі пәтерге қол жеткіздім. Ол пәтерді жалға беріп қойдық. Ақша жағынан еш қысылмадық. Қарындасым да өз машинасын сатып несиеге пәтер алды. Анам да мемлекеттік бағдарламамен пәтер алды. Бұрынғыдай емес, бірінші әйелім баламды көрсетіп, тіпті анаммен бірге Павлодарда тұратын туыстарыма жіберіп тұрды. Бірінші әйеліммен арақатынасымыз шетелдіктерше емін-еркін реттелді. Оның өз өмірі, менің өз өмірім. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші, екінші әйелмен арақатынасымыз суып бара жатқандай болды. Ол менің балам туралы естігісі де білгісі де келмеді. Бала туралы сөз болса, үйде айқай шу. Ал менің туған балам болғандықтан мен қалай көрмей көмектеспеймін. Шымкенттің қыздары қазақи тәрбиелі деп ойлаушы едім. Мүлдем олай болмай шықты. Әйелім екеуміз бір төсекте жатқанымызбен ешқандай жылылық жоқ еді. Тіпті тамақты да бірге отырып ішпейтін болдық. Әркім өзімен өзі, қайда барады, қашан келеді, өзі біледі. Тек бірге тұрамыз, ортақ жоспар, ортақ бюджет деген жоқ. Жұмыстан соң үйге асықпақ тұрмақ, барғым келмейтін жағдайға жеттім. Күндер өте берді. Әйелім де бір беткей. Мінезді болғандықтан ер адамға төмен түсу, сыйлау дегеннен жұрда еді. Кейіннен білдім, бірінші күйеуіне баласын көрсетпей, тіпті өз тегіне жаздырып та алыпты. Бір күні мен шетелге сапарға кеттім. 10 күннен соң келсем, анам ауруханаға түсіпті. Үйдегі келіні бір ретте барып қалын сұрап, тіпті телефон шалмаған. Көңілім қатты қалды. Анамның үйіне кетіп қалдым. Біраз уақыт анамның үйінде тұрып жаттым. Бәрі реттелер, уақыт өтер деп, ақылға келерміз, сағынармыз деп. Бір күні әйелімнен SMS хабарлама келді. Киімдеріңді лақтырып жібердім, енді келме, деген. Мен де бармадым қайтып. Қазір анаммен бірге тұрып жатырмын.
әлде нағыз махаббаттың келмегені ме? Махаббат болмаса екі жарты бір бүтін болып тұру да қиын екен. Басында бәрі жақсы сияқты еді. Осылайша 2 рет үйленіп ажырасқан жігіт болып, өзімнің өмірлік серігімді әлі кездестіре алмай келемін. Бірінші әйеліме де, екінші әйеліме де барғым келмейді.